Біздегі қамқорлық орталығы балаларға өте көп мүмкіншілік беріп отыр. Қазіргі Өскемен қаласындағы ең маңызды орталықтардың бірі деп айта аламын. Осы үлбі орталығында психолог болып 2016 жылдан бері жұмыс істеймін. Бұл орталыққа қалай келдім? Бұл орталыққа сұхбат арқылы психолог іздеп жатыр дегенмен келгенмін. Басында білген жоқпын қандай балалармен жұмыс істейтінімді. Келіп біраз таңғалғаным болды. Бірақ мен үшін бұл қызық болды. Бұл балаларға менің тарапымнан қандай көмек бара алам. Негізі бұл балалар өте қызық қой, бұл балалармен жұмыс істеген. Бұл балалардың психологиясы өте бөлек. Бұл балалар ерекше жаратылған балалар. Сондықтан мен үшін басында қызық болды. Магистратурада оқып жүрген кезімде осы балалар туралы диссертация жаздым. Мысалы, глобальный, үлкен дәрежедегі нәтиже бірден көре алмаймыз бұл балалардан біз. Ол постепенно жұмыстың негізінде келеді. Бұл балаларда, мысалы, бұл бала сіздің атын айтқанда қараған кезде, ол біз үшін нәтиже. Ол біз үшін өте үлкен нәтиже. Мысалы, кейбір адамдар оған таңғалады ғой, сіз қалай қуанасыз бұл балалармен жұмыс істеп, бұл бала сіздің атын атағанда сіз қалай қарайсыз? Бұл балалар негізі, бұл балалардың көбі атына қарамайды, көзге қарамайды адамның көзіне. Сол жағынан, мысалы, солармен жұмыс істеген мен үшін өте қызық. Бұл балалардың тағы бір ерекшелігі, бұл балалар өздерінің әлемдерінде ғана болады. Өздерінің әлемдерінен шығалмайтын балалар болады. Осындай әлемнен шығару үшін әртүрлі әдістерді қолданамыз. Сол әдістердің бірі қазіргі таңда кеңінен таралған аботерапия әдісі. Қазіргі былтырғы жылдан бастап мен старший аботерапевт болып ауыстым. Қазір мен өзімді старший аботерапевт болып балалармен жұмыс жасаймын. Бұл аботерапия деген қолданбалы мінез-құлықты талдау. Бұл қандай деп сұрасаңыз, бұл қандай әдіс, неге тиімді деп сұрасаңыз, бұл әдіс балаларды жан-жақты дамытады. Бұл жерде біз баланың бір ғана дағдысын дамытып қана қоймай, әр жағынан дамытамыз. Әлеуметтік тұрмыстық жағынан, академиялық жағынан, ән айту, сөйлеу, сол барлық жағынан қамтамасыз етіп балаларды дамытамыз. Бір тілді ғана біліп қоймай, орыс тілінде де сөйлейсін, қазақ тілінде де сөйлейсін, ағылшын тілінде. Балалар үш тілді де меңгерген. Ерекше балалардың қызықшылығы сонда, артықшылығы да сонда. Мысалы, бір мультфильмді қоссаңыз, орыс тілінде болса, олар көрмеуі мүмкін. Сіз ағылшын тілінде тура сол мультфильмді қосып берсеңіз ағылшын тілінде, ол балаға ерекше қызығып, өлеңді де ағылшынша айтады. Тағы бір қуаныш сыйлайтыны, бізде бұрынғы орталығымызда материалдар өте аз болған, техникалар, құрал жабдықтар аз болған. Осы қамқорлық қорының арқасында бізде қазір барлық кабинеттер жабдықталды. Мен үшін бұл балалармен жұмыс істеу өте маңызды. Әрбір маманның өзінің атқаратын ісі бар. Мысалы, 1,5 жастан бастап келген балаға ерте көмек бере аламыз. Мысалы, о бала қалай? Оның ұсақ моторикалар жұмыс істемеуі мүмкін баланың. Өздігінен аунай алмайды о бала. Сондықтан, егер сіз осындай орталыққа ертерек әкелсеңіз балаңызды, неғұрлым ертерек 1,5-2 жастан әкелсеңіз, біз баланы 7 жасына дейін дамытып мектепке беруге мүмкіншілік болады. Менің ең басты тілерім, ешқашан балалар ауырмасын, ерекше балалар аз болсын, және де ерекше балаларға дер кезінде көмек беруге тырысайық.